Өткен жексенбіде біз осы римдіктерге 12-ші тарау, 9-шы аяттан бастап 21-ші аятқа дейінгі мәтінді зерттеп қарадық. Бүгінде осы мәтінді қайтадан зерттеп қараймыз. Сөйтіп, римдіктерге 12, 9, 21. Римдіктерге 12, 9, 21. Елші Павел бұл жерде былай деп жазды. Сүйіспеншіліктерін адал болуы керек. Жамандықты жек көріп, жақсылықты берік ұстаныңдар. Бір-бірінді бауырлардай сүйіп, өз бастарынан артық сыйлаңдар. Лайым жақсылыққа деген талпыныстарын бесендемесін. Еміздің қызметінде жүріп рухтарын жалындай берсін. Әрдайым үміттеніп қуаныңдар. Қиыншылыққа шыдап, Құдайға ұдайы сыйыныңдар. Оның мұқтаждыққа душар болған адамдарына көмектесіп, ынта мен қонақжайлылық танытыңдар. Өздерінде құдалағандарға Құдайдан жақсылық тілеңдер. Оларды қарғамай, ақбаталарынды беріңдер. Қуанғандардың қуанышына, қайғылағандардың қайғысына ортақтасыңдар. Өзара ынтымақтас болыңдар. Өркөкірек емес, кішіпейіл болып, өздерінде басқалардың ақылды санамаңдар. Жамандыққа жамандықпен қайтармаңдар. Іс-әрекеттерінің жұрт алдында ізгі болуына тырысыңдар. Қолдарынан келгенше барлық адамдарымен тату болыңдар. Сүйікті боластарым, кек алмаңдар. Соны Құдайдың қаһарына қалдырыңдар. Тауратта мынандай сөздер жазылған. Жазалау менің ісім. Тиісті жазаларын тартқызамын өзім, деді Иеміз. Ал жауын сенің аш болса, тамақтандыр. Егерде шөлдесе, шөлін қандыр. Мұнеменен сен басына оның қызып тұрған шоқ жиғандай боласың. Осылайша жамандықтан жеңілмей, оны жақсылықпен жеңіп шық. Бүгін осы мәтінді қайтадан зерттеп қараймыз. Ескертіп қояйын. Егерде осы мәтінді осы мәтінге жалпы қарасақ, онда оны осы мәтінді 4 бөлікке бөлуге болады. Егерде жалпы қарасақ, оны 4 бөлікке бөлуге болады. Бірінші бөлік ол 9 және 10 аятқа жатады. Бұл бөлік мәсіхшілердің басқа мәсіхшілермен қарым-қатынасы қандай болу керектігін көрсетеді. Мәсіхшілердің басқа мәсіхшілермен қарым-қатынасы қандай болу керектігін көрсетеді. Екінші бөлік 11, 12, 13 аятқа жатады. Бұл бөлік мәсіхшілердің Құдаймен қарым-қатынасы қандай болу керек екенін көрсетеді. Бірінші бөлік басқа мәсіхшілермен, екінші бөлік Құдаймен қарым-қатынасы қандай болу керек екенін көрсетеді. Үшінші бөлік 14 аяттан бастап 18 аятқа дейінгі мәтінге жатады. Осы бөлік мәсіхшілердің сенбеушілермен қарым-қатынасы қандай болу керек екенін көрсетеді. Көрдіңіз бе? Бірінші бөлік басқа мәсіхшілермен, екінші бөлік Құдаймен, үшінші бөлік сенбеушілермен қарым-қатынасы қандай болу керек екенін көрсетеді. Ал төртінші бөлік бұл бөлік 19 және 20 аятқа жатады. Бұл бөлік негізінен мәсіхшілердің оларға белсенді түрде қарсылық білдіретін адамдармен қарым-қатынасы қандай болу керек екенін көрсетеді. Сөйтіп, егерде осылай жалпы қарасақ, осы мәтінді 4 бөлікке бөлуге болады. Бірінші бөлік басқа мәсіхшілермен, Құдаймен, екінші бөлік Құдаймен, үшінші бөлік сенбеушілермен, төртінші бөлік оларға осылай белсенді түрде қарсылық білдіретін адамдармен қарым-қатынасы қандай болу керек екенін. Өткен жексенбіде біз осылай бірінші бөлікке қатысты негізінде аяттарды зерттеп қарадық. 9-10 аяттарды зерттеп қарадық. Енді бүгін келесі аяттарды зерттеп қараймыз. 11 аяттан бастап 13 аятқа дейінгі мәтінді зерттеп қараймыз. Ескертіп қояйын,
осы уағыз ол бір ерекше тақырыпқа арналған. Нақты айтқанда, жоғары күшке негізделген өмірінің қасиеттері. Жоғарғы күшке негізделген өмірдің қасиеттері. Бұл шындық ол бәріміз үшін өте өзекті. Себебі Құдай бізді бір мақсатқа шақырды. Қандай мақсатқа шақырды? Оның ұлы қасиеттерін мадақтап жариялауға шақырды. Мадақтап жариялауға шақырды. Сол себептен негізінде біздің өміріміз негізінде ол дұрыс болу керек. Еміздің еркіне негізделген болу керек. Сонда ғана біз сол мақсатқа жете аламыз. Сонда ғана біз сол мақсатқа жете аламыз. Егерде осылай елші Петр бұл жөнінде былай деді, что біз негізі астарлап айтқанда біз жат жер, осы дүние үшін жат жерлік адамдар сияқтымыз. Біздің мекеніміз аспанда. Бірақ осы дүниеде біз жат жерлік адамдармыз. Құдай бізге бір тапсырма берді. Енді сол тапсырманы бізге осылай толық орындау керек. Ол тапсырма қандай? Еміздің ұлы қасиеттерін, еміздің ұлы атын іс жүзінде мадақтап жариялау. Осы мәтін негізі сүйіспеншіліктерін адал болу керек деген сөзден басталады. Сүйіспеншіліктерін адал болу керек. Бұл жердегі адал деген сөз екі жүзді емес, немесе жасанды емес дегенді білдіреді. Сол себепті осы аятты басқаша бұлай оқуға болады. Сүйіспеншіліктерін екі жүзді емес, немесе екі жүзді немесе жасанды болмасын. Осы аятты басқаша осылай оқуға болады. Сүйіспеншіліктерін екі жүзді немесе жасанды болмасын. Бұл аят, 9-шы аят, мәтіннің 9-шы аяты, ол жай аят емес, ол негізгі шындықты көрсететін аят. Ал қалған аяттар адал сүйіспеншіліктің қасиеттері қандай болу керек екенін көрсетеді. Сонымен Паул осы аяттармен бәрімізді бір маңызды шындыққа үйретеді. Шындық мынау. Мәсіхшілердің сүйіспеншілігі адал болу керек. Мәсіхшілердің сүйіспеншілігі адал болу керек. Мәсіхшілердің сүйіспеншілігі адал болу керек. И бұл жерде табиғи түрде сұрақ туындайды. Адал сүйіспеншілік немен ашылады? Елші Паул осы аяттар арқылы мәсіхшілер мен Құдаймен қарым-қатынасына қатысты адал сүйіспеншіліктің тағы бірнеше қасиеттерін көрсетеді. Өткен жексенбіде адал сүйіспеншіліктің 3 қасиетін зерттеп қарадық. Сол қасиеттер мәсіхшілердің басқа мәсіхшілермен осылай қарым-қатынасына қатысты болды. Есептеп қояйық. Олар қандай болды? Адал сүйіспеншілік бауырластарды еміздің шындығына бағыну арқылы сүйеді. Екінші қасиет, адал сүйіспеншілік бауырластарды мейірімді жылы жүзбен қарау арқылы сүйеді. Үшінші қасиет, адал сүйіспеншілік бауырластарды лайықты құрмет көрсету арқылы сүйеді. Ал бүгін мәсіхшілердің Құдаймен қарым-қатынасына қатысты адал сүйіспеншіліктің қасиеттерін зерттеп қараймыз. Сол себепті 4-ші қасиет мынау. Құдайдың қызметінде, бұл негізінде қасиеттер уже Құдаймен қарым-қатынасына қатысты. Құдайдың қызметінде мәсіхшінің адал сүйіспеншілігі әрдайым ынта жігер салу арқылы көрсетіледі. Құдайдың қызметінде мәсіхшінің адал сүйіспеншілігі
әрдайым ынта-жігер салу арқылы көрсетіледі. Назарымызды енді 11-ші аятқа аударайық. Елші Паул бұл жерде былай деп жазды: лайым жақсылыққа деген талпыныстарын бесендемесін, иеміздің қызметінде жүріп, рухтарын жалындай берсін. Әр мәсіхшінің қызметі жай қызмет емес. Ынта-жігермен жасалған қызмет болу керек. Ынта-жігермен жасалған қызмет болу керек. Басқа сөзбен айтқанда, Паул бұл жерде әртүрлі қызметте жалқаулық пен жауапсыздыққа орын бермеу керек дегенді білдіреді. Әр қызметте жалқаулық пен жауапсыздыққа орын бермеу керек дегенді білдіреді. Әдетте қауымда ресми түрде жасалған қызмет қана, жетекшінің қызметі болсын, диакон қызметі болсын, бухгалтер қызметі болсын, қызмет деп есептеленеді. Сол себептен кейбір мәсіхшілер олар ғана қауымда қызмет етуге міндетті деп жиналысқа қонақ ретінде келе береді. Бірақ бұл жерде Паулдың иеміздің қызметінде дегені әр мәсіхшінің өміріне қатысты айтылған сөз. Иеміздің қызметінде дегені әр мәсіхшінің өміріне қатысты айтылған сөз. Яғни, әр мәсіхші иемізге мүмкіндігінше қызмет етуге тиіс. Әр мәсіхші мүмкіндігінше қызмет етуге тиіс. Мысалы, иеміз өз халқын Мысырдан шығарған кезде Мусаға мынандай сөз айтты. Мысырдан шығу 3:12. Мен саған жар боламын. Сен халықты Мысырдан алып шыққан соң, сендер маған осы таудың маңында ғибадат ететін боласыңдар. Көрдіңіздер бе? Сендер деген сөз ол нені білдіреді? Бұл тапсырма жалғыз ғана Мусаға емес, бүкіл халыққа берілген тапсырма. Сендер деп. И бұл жерде де солай. Паулдың иеміздің қызметінде дегені еркектер болсын, әйелдер болсын, жастар болсын, кәрілер болсын, барлық қауым мүшелеріне қатысты айтылған сөз. Айтылған сөз. Себебі әр мәсіхші қай жерде болсын, иеміздің сыйланған дарындарына сай қызмет етуге шақырылды. Әр мәсіхші шақырылды. Қай жерде болсын. Паул бұл жерде барлық мәсіхшілер өз қызметінде әрдайым ынта-жігер көрсетуі керек деп айтып отыр. И сол қызметті негізінде бізге ынта-жігермен, орысшасы усердие деген, ынта-жігермен атқаруымыз керек. Жай емес, ынта-жігермен атқаруымыз керек. Сонда ғана біз иемізге адал сүйіспеншілік көрсете аламыз. Егерде біздің қызметімізде осылай жалқаулық пен жауапсыздыққа орын болса, бұл жағдай нені білдіреді? Иемізді адал сүйіспеншілікпен сүймейміз дегенді білдіреді. Сүймейміз дегенді білдіреді. Себебі адал сүйіспеншіліктің белгісінің бірі ынта-жігермен қызмет ету. Ынта-жігермен қызмет ету. Бұл дүниеде физикалық бір заң бар. Әрбір жасаған қимылға әрқашан қарсы тұратын басқа қимыл бар. Бұл Ньютонның физикалық үшінші заңы. Мысалы, бір затты итерсең, арба болсын, самокат болсын, көлік болсын, ол зат біраздан кейін міндетті түрде тоқталады. Себебі әрбір жасаған қимылға әрқашан қарсы тұратын басқа қимыл бар. Осындай физикалық заң. Мәсіхшінің рухани өмірінде де қызметке қарсы тұратын көп күштер бар. Көп күштер бар. Мысалы,
адам атадан мұраланған алғашқы күнә, Құдайды жек көретін бұл дүниенің адамдары, тәніміз және әзәзілдің өзі. Көп күштер бар. Сол себептен, егерде қандайды бір мәсішінің қызметі тек эмоция мен сезімге ғана негізделген болса, ол итерілген арба сияқты біраздан кейін міндетті түрде тоқталады. Мысалы, сол себептен, мәсішінің қызметі бірінші кезекте эмоция мен сезімді емес, ынта-жігерді талап етеді. Егерде біз осылай өзіміздің қызметімізді ынта-жігермен атқармайтын болса, ол міндетті түрде тоқталады. Сондықтан бізге осылай қандайда бір қызметімізде басты орынға эмоция мен сезімді емес, ынта-жігерді қою керек. Мысалы, қаншалықты қаласа да, ешкім таудың басына күш салмай шыға алмайды. Сөйтіп, жексенбідегі жиналысқа қатысу қызметі болсын, уағызды тыңдау қызметі болсын, қаржы жағынан қызмет болсын, барлық істе ынта-жігер көрсетуге тырысу керекпіз. Демек, Құдайдың қызметінде басты орында көңіл күй емес, ынта-жігер болу керек. Себебі көңіл күйіне негізілген қызмет басты орынға еміздің еркін емес, мәсіхшінің жеке мүддесін қояды. Мысалы, құл мен жалданған адамның арасында қандай айырмашылық бар? Құл өз жұмысын ауырып жатса да, көңілі болмаса да, немесе оны істеуді қаламаса да, бәрібір істей береді. Ал жалданған адаммен басқаша, ол қаламаса тастап кетеді. Елші Паул өзіне мен Мәсіхтің құлымын деп ат қойды. Шын мәнінде Мәсіхшілердің барлығы Паул іспетті Мәсіхтің құлдары болу керек. Сонда ғана олардың адал сүйіспеншілігі жүзеге асады. Құлдар болу керек, ерікті түрде. Бұл шындық барлық мәсіхшілер үшін өте маңызды, себебі мәсіхшілердің барлығы кейде Құдайдың сөзін оқыды, қаржыны құрбандыққа беруді, басқаларға көмектесуді қаламайды. Бұл жерде кім болса да көңіл күйдің жетегінде жүрмеу керек. Ынта-жігер салу керек. Сөйтіп, Құдаймен қарым-қатынасқа қатысты адал сүйіспеншіліктің 4-ші қасиеті мынау. Құдайдың қызметінде Мәсіхшінің адал сүйіспеншілігі әрдайым ынта-жігер салу арқылы көрсетіледі. Бұнымен әлі де біткен жоқ. Себебі осы аяттар арқылы Құдаймен қарым-қатынасқа қатысты адал сүйіспеншіліктің 5-ші қасиетінде көрсетеді. 5-ші қасиет мынау. Құдайдың қызметінде Мәсіхшінің адал сүйіспеншілігі еміз үшін жанып тұру арқылы көрсетіледі.
Назарымызды тағы да 11-ші аятқа аударайық. Елші Павел бұл жерде былай деп жазды: лайым жақсылыққа деген талпыныстарын бесендемесін, еміздің қызметінде жүріп, рухтарын жалындай берсін дейді. Рухтарын жалындай берсін. Павел бұл аятта рухтарын жалындай берсін деп жазды. Уағыздаушылардың арасында осы аят туралы бір түсінік жоқ. Кейбір бауырлар рух деген сөзді адамның рухын білдіретін сөз деп түсінеді. Ал кейбіреулер бұл сөз киелі рухты білдіретін сөз деп түсінеді. Менімше, бұл сөз еміздің қызметінде Мәсіхшінің рухы қандай күйде болатынын көрсететін сөз. Құдайдың қызметінде Мәсіхшінің рухы қандай күйде болатынын көрсететін сөз. Көрдіңіз бізе, рухтарын жалындай берсін деді. Әрине, Мәсіхшінің рухы киелі рухтың әсерінсіз бұндай күйде өздігінен бола алмайды. Әр Мәсіхші бұндай күйде киелі рухқа кенеліп, емізге толық берілу арқылы ғана бола алады. МакАртур осы аят туралы былай деді: жалындай берсін деген сөз тікелей мағынада бұрқылдап қайнау дегенді білдіреді. Бұрқылдап қайнау дегенді білдіреді. Ал астарлы мағынада жалындау дегенді білдіреді. Бұл сөз тасып кететін, бұрқылдап қайнап тұрған қазанды білдіретін сөз емес. Бұл қажетті жұмысты тиімді істеу үшін көлік моторын белгілі бір температураға дейін қыздыру дегенді білдіретін сөз. Белгілі бір температураға дейін қыздыру дегенді білдіретін сөз. Мысалы, қыста көлікпен бір жерге барған кезде ең алдымен моторын оталдырып қыздырады. Себебі қыздырылмаған мотор қандайда бір жұмысты толық күште істей алмайды. Ал екінші жағынан, керісінше, мотор температурасы шектен тыс шықса, біраздан кейін көлік жүрмей қалады. Бұл жерде де дәл солай. Қыздырылған мотор іспетті жанып тұрған жүректің температурасы дұрыс күйде болу керек. Дұрыс күйде болу керек. Сонда ғана еміздің қызметін дұрыс атқара аламыз. Себебі Құдай үшін жанып тұрмаған жүрек, еміздің адал сүйіспеншілікпен тиісті түрде сүймейді. Жанып тұрмаған жүрек емізді адал сүйіспеншілікпен сүйе алмайды. Өйткені адамды бір нәрсе қызықтырса ғана ол үшін жанып тұрады. Сонымен адал сүйіспеншіліктің 5-ші қасиеті еміздің қызметінде ол үшін жанып тұру. Енді қазір 6-ші қасиетті осылай зерттеп қараймыз. 6-ші қасиет мынау. Құдайдың қызметінде Мәсіхшінің адал сүйіспеншілігі еміздің берген барлық уәделеріне күмәнсіз сену арқылы көрсетіледі. Еміздің қызметінде, Құдайдың қызметінде Мәсіхшінің адал сүйіспеншілігі еміздің берген барлық уәделеріне күмәнсіз сену арқылы көрсетіледі. Назарымызды енді 12-ші аятқа аударайық. Елші Павел бұл жерде былай деп жазды: әрдайым үміттеніп қуаныңдар. Қиыншылыққа шыдап, Құдайға ұдайы сыйыныңдар. Әрдайым үміттеніп қуаныңдар деді.
Бұл жерде Паул әрдейім үміттеніп қуаныңдар деп отыр. Шынайы сүйіспеншілік, тек емізге құрбандықпен қызмет ету ғана емес, сондай-ақ шынайы сүйіспеншілік еміздің әрбір сөзіне сеніммен қарап жүреді. Шынайы сүйіспеншілік еміздің әрбір сөзіне сеніммен қарап жүреді. Әрбір сөзіне сеніммен қарап жүреді. Шынайы сүйіспеншілік. Паул осы ойды басқа жерде былай жеткізді. Коринтықтарға арналған 1 хат 13:7. Сүйіспеншілік дайым қорған болып ұдайы сенеді, үмітін еш үзбей бәріне шыдайды деді. Паулдың әрдайым үміттеніп қуаныңдар дегені әр мәсіхшінің күнделікті жеке өміріне қатысты айтылған сөз. Өйткені өмірімізде әртүрлі жағдайлармен кездесеміз. Біз өмір сүреміз ғой. Осы дүниеде әртүрлі жағдайлармен кездесеміз. Мысалы, кейде қалағанымызды алмаймыз. Немесе жасаған жоспарымыз іске аспайды. Сол себепті Құдай мені естіп тұрған жоқ. Немесе Құдай мені ұмытып кетті деген сияқты ойлар келуі мүмкін. Бірақ емізге көрсетілген адал сүйіспеншілік оның әрбір сөзіне сеніммен қарау арқылы өмірдегі барлық жағдайды Құдайдың қолына тапсырып жүреді. Оның уәделеріне сеніп, барлық жағдайды Құдайдың қолына тапсырып жүреді. Екі жүзді сүйіспеншілік уақытша. Яғни егер бәрін менің жоспарыма сай болмаса, еміздің игілігіне күмәнданамын. Ал еміздің игілігіне күмәнданған мәсіхші оны адал сүйіспеншілікпен сүйе алмайды. Мысалы, мәсіхшілер кейде асығыстық шешімдер қабылдайды. Неліктен? Мәселенің себебі қандай? Емізді сол кезде адал сүйіспеншілікпен сүймегендіктен. Себебі бұл жерде осы мәселенің тамыры еміздің берген уәделеріне толық сенбеу. Ал адал сүйіспеншілікпен сүю мүлде басқаша. Адал сүйіспеншілік еміздің әрбір сөзіне берік сенеді. Себебі адал сүйіспеншіліктің негізі ізгі хабардың шындығымен құтқаратын сенім. Сол себепті емізді адал сүйіспеншілікпен сүйетін мәсіхші оған әр уақытта құдаламаған кезде, жоқшылықта, молшылықта да, сау болған кезде де, ауырғанда да қызмет етеді. Әр уақытта, әр жағдайда қызмет етеді. Қызмет етуге мүмкіндік іздейді. Себебі адал сүйіспеншілік ешқашан сарқылмайды. Біздің үмітіміз Исаның өзі және оның бізге ізгі хабар арқылы берген уәделері. Егерде біз осылай емізге адал сүйіспеншілікті көрсеткіміз келсе, онда бізге еміздің әрбір сөзіне сеніммен қарау керек. Оның берген уәделеріне сенуіміз керек. Енді назарымызды адал сүйіспеншіліктің 7-ші қасиетіне аударайық. 7-ші қасиетін ал. Құдайдың қызметінде мәсіхшінің адал сүйіспеншілігі барлық жағдайда төзімді болу арқылы көрсетіледі. Барлық жағдайда төзімді болу арқылы көрсетіледі. Назарымызды тағы да 12-ші аятқа аударайық. Паул бұл жерде былай деп жазды. Әрдайым үміттеніп қуаныңдар, қиыншылыққа шыдап,
қиыншылыққа шыдап, Құдайға ұдайы сыйыныңдар деді. Қиыншылыққа шыдап. Қиыншылықта шыдау бұл іс жүзіндегі өміріміздің ауыр жағдайында үміттенуіміздің қолданысы. Егерде біздің үмітіміз Иса Мәсіхтің өзі болса, онда кездесетін жағдайлар қаншалықты ауыр болса да, олар уақытша деп үміттенуіміз керек. Ол шыны керек болса, бәрі уақытша осы дүниеде. Мысалы, ауру қандай болса да, ол уақытша. Отбасымыздың жағдай қаншалықты ауыр болса да, ол уақытша. Тіпті біздің жердегі өміріміз, ол уақытша. Бәрі уақытша. Құдай және оның Иса Мәсіх арқылы бізге көрсеткен сүйіспеншілігі ғана мәңгі бақи бола береді. Қалғаны бәрі уақытша. Мысалы, егерде қандайда бір мәсіхші Құдайдың қызметіне қатысуды тоқтатса, осы жағдай ол өз өмірінде қиыншылықтарды көтеруге шаршады дегенді білдіреді. Егерде тастап кетсе, ол шаршады дегенді білдіреді. Басқа сөзмен айтқанда, емізді адал сүйіспеншілікпен сүюден шаршады дегенді білдіреді. Ал төзімділік бұл адал сүйіспеншіліктің белгісінің бірі. Егерде қандайда бір мәсіхші емізді шынымен адал сүйіспеншілікпен сүйетін болса, ол осы дүниеде қаншалықты ауыр қиыншылықтармен кездессе де, мысалы, денсаулықтың күйіне қарамастан жиналысқа қатысуға мүмкіндік іздеу, кедейшілікке қарамастан Құдай берген қаржымен ұдайы қызмет ету, сенбеуші жақын туысқандарының құдалауына қарамастан Иса Мәсіхтің кеңесімен өмір сүруді тастамау, немесе жұмыстың ауырлығына қарамастан отбасындағы жауапкершілікті атқаруға тырысу деген қызметтерді тастамайды. Еврейлерге арналған хаттың авторы бұл шындық жөнінде былай деді. Еврейлерге арналған хат 10:36. Құдайдың еркін орындап, оның уәде еткенін емдену үшін төзімді болуларын қажет. Көрдіңіздер ме? Емізге біздің шынайы сүйіспеншілігіміз немен көрсетіледі? Барлық жағдайда төзімді болу арқылы көрсетіледі. Барлық жағдайда төзімді болу арқылы көрсетіледі. Ал соңында 8-ші қасиетті көрсеткім келеді. 8-ші қасиет мынау. Құдайдың қызметінде мәсіхшінің адал сүйіспеншілігі оған толық тәуелді болу арқылы көрсетіледі. Назарымызды тағы да 12-ші аятқа аударайық. Елші Паул осы аятта былай айтты. Әрдайым үміттеніп қуаныңдар, қиыншылыққа шыдап, Құдайға ұдайы сыйыныңдар деді. Паулдың Құдайға ұдайы сыйыныңдар дегені өз күшіне сенім артпай, емізге ғана әрдайым тәуелді болып өмір сүріңдер дегенді білдіреді. Жалпы сүйінудің екі түрі ғана бар. Біріншісі, Құдайдан өз жоспарына сай бірдемені тіленіп сұрау. Бұл жерде емізге сенің еркін болсын деген сөз жай әншейін ауызша айтылған сөз ретінде ғана айтыла береді. Бұндай дұғаның нәтижесі белгілі. Асығыстық шешім қабылдау. Себебі бұндай күйде мәсіхші өз өтінішін сиқыршылардың дуасы ретінде айта береді.
қалай болса да қалаған нәрсеге ие болу. Ал сыйынудың екінші түрі шынымен еміздің еркін іздеу. Бұл жерде Мәсіхші емізді сүйгендіктен өзінің әлсіздігін мойындап, оған өз жүрегінің ниеттерін ашады. Сыйынғанда соңғы шешімді еміздің өзі қабылдасын деген ниетпен сыйынады. Соңғы шешімді еміздің өзі қабылдасын деп сыйынады. Яғни еміздің жоқ деген жауабын да қуанышпен қабылдауға дайын. Мысалы, егер қандайды бір адам басқа адамға қандайды бір құрмет көрсеткісі келсе, сол адамның ниетіне болсын, қалауына болсын, мақсатына болсын, мән бермей ме? Әрине мән береді. Бұл жерде де солай. Құдайдың қызметінде Мәсіхшінің адал сүйіспеншілігі басты орынға өзінің мақсатын емес, еміздің еркін қояды. Еміздің еркін қояды. Себебі адал сүйіспеншілік Құдайдың қызметінде оған толық тәуелді болу арқылы көрсетіледі. Толық тәуелді болу арқылы көрсетіледі. Яғни жоқ деген жауабын қуанышпен қабылдау керек сол кезде. Бұнымен біз емізге адал сүйіспеншілік көрсете аламыз. Себебі оның еркіне мән береміз бұнымен. Енді құрметті бауырластар, осы шындықтарды жеке өмірімізде нақты қалай пайдалана аламыз деген сұрақтың кезегі келді. Біріншіден, осы шындық бойынша Құдайды үздіксіз мадақтау керек. Себебі осы аяттар еміздің бізге көрсетілген адал сүйіспеншілігі қаншалықты зор екенін ескертіп отыр. Шынымен де, егерде Иса Мәсіхтің қызметіне қарайтын болсақ, біздің басына аяғына дейінгі құтқарылуымыз бұл еміздің көктегі әкеге толықтай көрсетілген адал сүйіспеншіліктің нәтижесі. Адал сүйіспеншіліктің нәтижесі. Себебі Иса Мәсіх Құдайдың қызметінде жалқаулық пен жауапсыздыққа орын бермей, қайта әкесіне өзінің сүйіспеншілігін ынта-жігер салу арқылы көрсетті. Өзі Құдай бола тұра, табиғаттан тыс қабілетін еш пайдаланбай, өле-өлгенше Құдай халқының жерін аралап, ізгі хабарды уағыздады. Соның арқасында еміздің тірі сөзі жазылды, әрі бізге жетіп қалды да. Ынта-жігер салу арқылы. Құдайдың қызметінде Иса Мәсіх әкесіне өзінің сүйіспеншілігін барлық жағдайда төзімді болу арқылы көрсетті. Үшбірлік Құдайдың тұлғасы Иса Мәсіх бұл дүниеге Құдайдың елшісі ретінде келді. Ол Құдайдың елшісі ретінде жай емес, күнәқарларды құтқару үшін келді. Қойылған мақсатқа жететін жалғыз бір ғана жол болды. Емізді белсенді түрде қорлайтын адамдар үшін өлу. Иса өз міндетті ісін әкесіне менің еркін емес, сенің еркін болсын деп толықтай орындады. Ол өзінің сүйіспеншілігін емізге, әкесіне төзімді болу арқылы көрсетті. Соның арқасында біз құтқарылдық. Сол себептен біз Иса Мәсіхті үздіксіз мадақтау керекпіз. Ол біздің парызымыз. Құдайдың қызметінде Иса Мәсіх әкесіне өзінің сүйіспеншілігін оған толық тәуелді болу арқылы көрсетті. Иса өле-өлгенше әкесіне тәуелді болып бағынып жүрді. Оның мойынсұнушылығының арқасында адамзат үшін құтқарылудың есігі ашылды. Сол себептен біз негізінде
шын жүректен емісі мәсіхті мадақтауға тиіспіз. Екіншіден, осы шындық бойынша бәрімізге еміздің үлгі алып, бір-бірімізге Құдайға адал сүйіспеншілік көрсетуге тиіспіз. Сол үшін Паулдың айтқанын орындауға тырысу керекпіз. Сондықтан Құдайдың қызметінде ынта-жігер көрсету керекпіз. Өзіміздің қандайда бір міндетті ісімізде жалқаулыққа әрі жауапсыздыққа орын бермеу арқылы көрсету керекпіз. Себебі тек сезіміміз бен көңіл күйімізге ғана негізделген қызмет бұл екі жүзді сүйіспеншіліктің бір белгісі. Ынта-жігер салу керекпіз. Бұған қоса Құдайдың қызметінде еміз үшін жанып тұруымыз керек. Астарлап айтқанда, көлік тартатын мотор температурасы әрқашанда дұрыс күйде болу керек. Дұрыс күйде болу керек. Себебі Паулдың айтуы бойынша тек қана міндет ретінде атқарған еміздің қызметі екі жүзді сүйіспеншілікке негізделген қызмет болып есептеленеді. Жанып тұруымыз керек. Жанып тұруымыз керек. Сонымен қатар, Құдайдың қызметінде еміздің берген барлық уәделеріне сенімділік көрсету керекпіз. Себебі мәсіхшілер кейде шындықты біле тұра, іс жүзінде сол шындыққа қайшы әрекет жасайды. Шындықты біле тұра, сол шындыққа қайшы әрекет жасайды. Мысалы, ізгі хабар бұл адамдарды құтқаратын Құдайдың құдіреті деген шындықты білсе де, еміздің осы берген уәдесіне толық сенбей, ізгі хабардың қызметінде кейде адами даналыққа негізделген тәсілдерді қолданады. Мысалы, Исаның атын ашық айтпау, адамның күнәқарлығын көрсетпеу, Құдайдың уәделеріне сенімсіздік танытқан қызмет екі жүзді қызмет болып есептеленеді. Сондай-ақ Құдайдың қызметінде төзімді болу керекпіз. Себебі неғұрлым Исаға сенімді болсақ, соғұрлым бұл дүние бізді жек көреді. Неғұрлым Исаға сенімді болсақ, соғұрлым бұл дүниеде бізді жек көреді. Демек, қиыншылықсыз болмайды. Қиыншылықсыз болмайды. Иса сол үшін бізді шақырды. Шыны керек болса. Петр бұл жөнде былай деді. Ол сендерді сол үшін де шақырды. Мәсіхтің өзі бізге бола азап шегіп үлгі қалдырды. Сондықтан оның ізімен жүруіміз керек. Сол үшін шақырды бізді. Сондықтан Исаның аты үшін азаптан, осылай, Исаның аты үшін азаптардан қашатын мәсіхші бұнымен емізге екі жүзді сүйіспеншілік көрсетеді. Екі жүзді сүйіспеншілік көрсетеді. Бұл жерде тағы да бір сұрақ қоюымыз керек. Мен емізге қалай адал сүйіспеншілік көрсете аламыз? Егерде осылай қазір осы уағыз арқылы, осы сөз арқылы Құдай бізді әшкерелесе, біздің осылай рухани кедейшілігімізді көрсетсе, онда осындай сұрақ туындайды ғой. Мен қалай емізді адал сүйіспеншілікпен сүйе аламын? Қалай мен оны сүйе аламын? Ескертіп қояйын. Адал сүйіспеншілік көрсететін өмір ол жай өмір емес. Жоғарғы күшке, яғни киелі рухтың күшіне негізделген өмір. Ешкім, қандай мәсіхші бұнда өмірді өз күшімен сүре алмайды. Бұл өмір, ол ерекше өмір.
жоғарғы күшке негізделген өмір. Сондықтан бұл жерде киелі рухтың көмегінсіз болмайды. Сондықтан егерде мен осындай сұрақ қойсам, мен емізді адал сүйіспеншілікпен қалай сүйе аламын деген сұраққа былай жауап беру керек. Киелі рухтың көмегімен сүре аласың. Киелі рухтың көмегімен сүре аласың. Сол үшін бізге киелі рухқа кенелу керек. Қалай біз киелі рухқа кенеле аламыз? Иса Мәсіхті еске алу арқылы, ізгі хабарды еске алу арқылы, сонда ғана біз киелі рухқа кенеле аламыз. Сонда ғана бізде осылай, сонда ғана біз еміз үшін жанып тұрамыз. Сонда ғана қандайды бір қызметте осылай ынта жігер сала аламыз. Сонда ғана төзімді бола аламыз. Ешқандай жағдайға қарамастан. Сонда ғана біз барлық жайда оған тәуелді, барлық істе тәуелді бола аламыз. Себебі біздің назарымыз Иса Мәсіхте болады. Егерде Иса Мәсіхтің айқышы біздің назарымызда болса, онда біз осындай түсінікке келеміз. Иса Мәсіхтің өлімінің себебі менмін. Менің күнәларым, менің жасаған күнәларым Исаны айқышқа әкелді. Сонда ғана біз жақсылықты шын жүректен сүйе аламыз. Сонда ғана біз киелі рухқа кенелеміз. Сонда ғана біздің өмірімізде киелі рухтың жемістері табиғи түрде шыға береді. Себебі киелі рухтың жемістері ол адал сүйіспеншіліктің қасиеттері. Ол адал сүйіспеншіліктің қасиеттері. Сондан біздің өміріміз, біздің құтқарылуымыз басына, аяғына дейін Иса Мәсіхтің ерлік ісіне негізделген. Басына, аяғына дейін Иса Мәсіхтің ерлік ісіне негізделген. Аумин. Құдай сүйіп біздерді